Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жетісу суреттері. Оқу мақсаттары. Тақырып бойынша жаңа сөздермен танысу, жетісу туралы білімдерін кеңейту, мәтіндер бойынша тапсырмаларды орындау. Сабақ барысы. Жазылым. 142-ші бет, екінші тапсырма. Суретке қарап, сұрақтарға жауап жазасыңдар. Сұрақтарға назар аударамыз. Ақ қарлы тауларды бұрын көрдің бе? Екінші сұрақ. Таудың етегінде не өсіп тұр? Үшінші сұрақ. Қызғалдақ жылдың қай мезгілінде шығады? Төртінші. Суретте жылдың қай мезгілі суреттелген? Саған жылдың қай мезгілі ұнайды? Тыңдалым, айтылым. 142-ші бет. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңда, сұрақтарға жауап беріңдер. Мәтінді 2 рет мұқият тыңдайсыңдар, және де берілген 3 сұраққа жауап бересіңдер. Жетісу Алатауы жотасы Тянь-Шань тауының алдыңғы тізбектерінен іле ойысы арқылы бөлінген. Шығыс және оңтүстік батыстан Жетісу Алатауының оңтүстік тізбегіне Қытай Халық Республикасының аумағында орналасқан Боро-Хоро жотасы сілемдері кіреді. Жетісу Алатауы баурайына Жетісу ойысын Жетісу қақпасымен қосатын Алакөл ойысы орналасқан. Жетісу қақпасы солтүстікте Алакөл Қазаншұңқырымен, оңтүстік шығыста Ебінұр көлімен шектеседі. Ақынның Жетісу суреттері атты өлеңіндегі жер түгі деген бөлігінің толық нұсқасында 81 түрлі шөп пен ағаш туралы айтылады. Жетісу Алатауы жотасы Тянь-Шань тауының алдыңғы тізбектерінен іле ойысы арқылы бөлінген. Шығыс және оңтүстік батыстан Жетісу Алатауының оңтүстік тізбегіне Қытай Халық Республикасының аумағында орналасқан Боро-Хоро жотасы сілемдері кіреді. Жетісу Алатауы баурайына Жетісу ойысын Жетісу қақпасымен қосатын Алакөл ойысы орналасқан. Жетісу қақпасы солтүстікте Алакөл Қазаншұңқырымен, оңтүстік шығыста Ебінұр көлімен шектеседі. Ақынның Жетісу суреттері атты өлеңіндегі жер түгі деген бөлігінің толық нұсқасында 81 түрлі шөп пен ағаш туралы айтылады. Ал енді балалар, мәтінді мұқият тыңдадыңдар, сұрақтарға жауап беріңдер. Бірінші сұрақ. Жетісу суреттері өлеңі неше бөлімнен тұрады? Екінші сұрақ. Жетісу қай өңірде орналасқан? Үшінші сұрақ. Жетісу суреттері өлеңіндегі жер түгі деген бөлімнің толық нұсқасында шөп ағаштың неше түрі айтылады? Осы сұрақтарға жауап береміз. Келесі тапсырма жаңа сөздер. Қазір сөздік дәптерлерімізді ашамыз, дайындап қоямыз. Менің сонымнан қайталайсыңдар жаңа сөздерді. Үйлесімді, гармоничный, долана, боярка, щетин, рябина, ырғай, жимолость, арша, можжевельник, шынар, чинара, қараған, акация, терек, тополь, емен, дуб, үйіңкі,
клен, жиде, джида, шілік, ива. Сөздік дәптертерімізге көшіріп жазамыз. Келесі тапсырма оқылым. 143 бет, 5 тапсырма. Өлеңді мұқият оқисыңдар. Тақырып қойындар. Келесі тапсырма 143 бет, 6 тапсырма. Өлеңді мағыналық бөлікке бөліп, әр бөлігіне ат қой. Әр бөлік бойынша 2 сұрақтан дайында. Бірінші кіріспе бөлім, екінші негізгі бөлім, үшінші қорытынды бөлім. Үйге тапсырма. Үй тапсырмасы ретінде 143 бет, 5 тапсырма беріледі. Мәтіндегі қою әріппен берілген сөздердің сөз табын, жасалу жолын анықтаңдар. Келесі кері байланыс, не қиын, не оңай әдісі бойынша түсініктеріңді толықтырасыңдар.